Гүлия Әпшеқызы, сізді келе жатқан тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық тілейміз. Жұмысыңыз тек алға баса берсін, тек биіктерде көріне беріңіз. Қазір мен сізден осы желтоқсан мерекесі туралы сұхбат алғым келіп отыр. Ендеше осы тәуелсіздікке қатысты өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз. Тәуелсіздігіміздің биыл 30 жылдығы тойланғалы отыр. Бұл тәуелсіздік өте күрделі және тәтті ұғым. Тәуелсіздікке оңайлықпен келген жоқпыз. Яғни ата-бабаларымыздың сан ғасыр аңсаған арманы, бұл ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен келген тәуелсіздік. Сондықтан біз бұны үнемі қастерлеп, қадірлеп отыруымыз керек. Желтоқсан бірде, ел тосқан түрде, келетін мүлде жайдарлы. Ол кезде қанша жаста болдыңыз? Желтоқсан көтерілісі кезінде мен 21 жаста болдым. Алматыда қазіргі Әл-Фараби атындағы, сол кезде Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінің 3-ші курсында оқитынмын. Ол кезде қандай қиыншылықтар болды? Қандай қиыншылықтарды көрдіңіз? Қиыншылық деп айтуға болмайды енді. Ол бір болайын деп тұрған өзі тарихтағы 30-40 жылда бір үлкен көтеріліс, халықтың ойында жүрген айтар ойын, алдағы мақсаттарының бір жетелейтін қазіргі кезде көтеріліс деп отырмыз ғой. Жастарды алаңға алып барған басты себеп біздің өзіміздің тәуелсіздігімізді аңсаған жастар болды Алматыда. Яғни 3-ші курста оқып жүрміз, күн қатты ызғарлы, суық. Мен 17 желтоқсан күні алаңда болдым. Қазақ жастары түгелдей, мен қазақпын деген жастардың көбі алаңда осы өздерінің қазақ тілінің тұншығып бара жатқандығы, дініміздің, салт дәстүріміздің күн тәртібінде, яғни халықтың пайдаланбай бара жатқандықтары қазақ жастарын ойландырды, толғандырды. Бізді алаңға барған осы мәселелер болатын. Жазықсыз жан өмір тыйылған желтоқсан айы ызғарлы, қобыз кеуде күрсініп, жүрек іштей сыздайды. Алаңға шыққан мен дағы, соны ойлап жаным мұздайды. Қарулы әскер пақ беріп, көрмеп едік мұңдайды. Желтоқсан айы ызғарлы, елін сүйген ұл жайлы, намысы биік қыз жайлы. Мереке күні десек те, желтоқсан айы жүз қайғы, желтоқсан айы тәуба қып, ұмытпайықшы біз мәңгі. Ал қазіргі жастарға қандай ақыл кеңес бересіз? Қазіргі жастарға, яғни күнделікті сабақта да айтып жүрміз ғой, жастарға айтар едім, тәуелсіздігімізді қастерлейік, қадірлейік, гүлденген Қазақстанның болашағына жақсы жұмыс жасайық, білімдіге сенер заман 21 ғасыр. Сондықтан білімді болайық, оқиық, үлкенді сыйлап, кішіге қамқор көрсетіп, мен қазақпын дегеннен ойланбай, ұялмайтындай жас патриот азамат болуымыз керек.